Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz Rawai'ul Bayan kitabын оқудағы жалғастырамыз. Tafsiru ayatul ahkam wa min al-Qur'an. Yani Qur'anдағы үкім аяттарының тәпсірі. Muhammad Ali As-Sabuni деген рахимахулла ғалымның кітабы. Бүгінгі өтетін жаңа сабақ ол Ta'addudu zawjadi wa hikmatuhu fil Islam. Көп әйел алу және де исламдағы хикметі, көп әйел алудың. Аллах Таала ол жайында былай деп айтады: Астаизу билла, қала Аллаху Таала: Я айюхан насу аттақу раббакум аллази халақакум мин нафсин вахидатин ва халақа минха заужаха ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа. Ей адамдар, сендерді бір жаннан жаратқан Раббыларыңнан қорқыңдар. Және де сендерді бір жаннан жаратқан, және де ол жаннан жұбын жаратқан дейді. Яғни бір адам атадан оны Хауаны жаратқан дейді. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. Және де сол екеуінен көптеген еркектер мен әйелдерді таратқан Алладан қорқыңдар дейді. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Сол Алла жайында, Алладан сұралатын Алладан қорқыңдар дейді. Яғни біз Алладан не істелеміз? Сол біз бірімізде сұрап жүрген Алладан қорқыңдар дейді. وَالْأَرْحَامَ. Және де туған туысқандарының байланысынан қорқыңдар дейді. Яғни туған туысқандармен қарғымада жасамай қоюдан, оларға көңіл бөлмей, олармен араласпай қоюдан қорқыңдар деген мағынада. Инна Аллаха кана алейкум рақиба. Ақиқатында Аллах Тағала сендерді бақылап тұрушы дейді. Ва атул ятама амвалахум. Жетімдердің малдарын беріңдер дейді. Ва ла татабаддалул хабиса бит-таййиб. Лас істерді, харам айтқанда амалдарды бит-таййиб, жақсы, яғни көркем әрі адал нәрселермен араластырмаңдар дейді. Яғни өздерінің адал тауып жүрген, кәсіппен тауып жүрген мал дүниелерінде жетімдердің қоластындағы жетімдердің мал дүниесін жетімдерге бермей, өздерін жеп, өздерінің мал дүниелерінде араластырып ластамаңдар деп жатыр. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ. Және де олардың малдарымен қоса, өздерінің малдарымен қоса, олардың малдарын бірге жемеңдер дейді. Иннаху кана хубан кабира. Ақиқатында сол бір іс дейді, үлкен күнә деп жатыр. Яғни жетімнің малын жеу. Ва ин хифтум алла туқситу фил ятама. Егер де сендер жетімдерге әділеттік таныталмауларынан қорыққан болсаңдар, фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва суласа ва руба. Ондай болса, өздерің ұнатқан әйелдердің екеулеп, үшеулеп, төртеулеп үйленіңдер дейді. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Егер де оларға әділеттілік жасамаудан қорыққан болсаңдар, жасай алмай қалудан, онда бір әйел жетілікті дейді. Немесе сол өздерінің қол астыларындағы күңдерің жетілікті дейді, еленген. Зәлика әдіна әллә тәулу. Міне осы нәрсе, ол не дейді? Тәулу, сендердің жаңағы зұлымдық жасап қоюларынан, шектен шығып кетулерінен, жүріп жатқан жолдарынан майысып, ауытқып кетулерінен қарағанда жақын дейді. Яғни ауытқып кетпеулерің үшін жақынырақ іс осы дейді. Яғни дұрыстықтан тайып кетпес үшін жол тайып кетуден сақтандыратын, қамтамасыз ететін жол осы дейді. Яғни ва атун нисаа садуқатихин нихла. Яғни әйелдерге мәһірлерін
қалмаларын, мәһірлерін өздерінің жаңа айтқанда шын көңілдерімен сыйлық ретінде беріңдер. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna lakum an shay'in minhu. Yani өздерінің мәһірлерінен олар өздері шын көңілден жоқ алмаймыз, беріп жатқан мәһіріңді керек емес, өзің қолдана бер деген сияқты. Сонда енді бір өздері бас тартса өздерінің сыйлықтарынан, иә, онда не істеңдер дейді? Факулуху, сол нәрсені жеңдер, сіңімді болсын, тойымды болсын деп отыр Аллах Тағала. Оның үстінде аят. Енді осы аятты жалпы біз әрқайсысына жеке-жеке жаңағыдай ат-тахлилул лафзи, яғни жеке-жеке сөз тұрғысында анализ жасап көрейік. Бәсса минхума, бұл жерде айтты, Аллах Тағала не істеді деді? Бір жанды жаратты, бір нәпсін жаратты, ол адам атаны айтып отыр, және де оның жұбын жаратты дейді. Және де сол екеуі арқылы не істеді? Көптеген еркектер таратты дейді. Бұл жерде бәсса минхума, ол екеуінен таратты деген мағынасы, яғни жаңағыдай бала дүниеге алып келу арқылы жаңағыдай жайды деген мағынада дейді. Енді тасаалуна бихи, бұл тасаалуна бихи дегенде мағнаху ясалу ба'дукум ба'дан бихи мисла асалука билла. Яғни сендер мысалы жаңа айттық қой, Алладан сендер бір-бірлерінен сұрайтын Алладан қорқыңдар деп. Бір-бірлерінен сұрайтын деген мағына не? Бұл жерде ол мағынасы былай екен, тасаалуна бихидің. Яғни мағнаху ясалу ба'дукум ба'дан бихи. Яғни сендер бір-бірлерінен сол арқылы сұрайсыңдар дейді бір нәрсені. Мысалы бір нәрсені сен істедің ба дейді да? Жоқ десе, Алланың атымен деп айтшы деген сияқты да, көрдіңіз бе? Яғни Алла арқылы сұраймыз да біз. Яғни бір-бірлерінен сұрайтын Алладан қорқыңдар деген сол. Яғни Аллахи деп асалука билла, мен сенен Алланың атымен сұраймын деген сияқты сөздерді қолдану, иә? Ва аншадака Алла, Аллах Тағала сені жаңағыдай мейіріміне бөлесін. Мысалы, вал муфаалату аля захириха ау бима'на тасалуна касиран. Яғни бұл деген сол көп сұрайсыңдар деген сөз бір-бірлерінен. Алланың ортаға салып, Алла разы болсын, Алла разы болсын бересің ба, Алла разы болсын осыны істей тұрасың ба деген сияқты. Жалпы Алла деген сөзді араларында көп қосасыңдар деп жатыр. Сол көп қолданатын Алладан байқанда бір-бірлерінен Алла арқылы сұрайтын Алладан қорқыңдар деп жатыр қысқаша. Енді архам деген сөзге келсек, вал архам, яғни ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам деді. Вал архам негізінде мафтух, мафтух болып тұрады, фатхаланған негізі. Кейбір ғалымдар вал архами деп аударған, солай түсіндірген, яғни ми деген касрамен айтылады деп. Оның екеуінің екі түрлі мағынасын береді. Жалпы архам деген ол рахим, жаңағы туысқан деген мағынаны береді. Ол жаңағы рахим деген жатыр жалпы негізі. Сондықтан жатырлас деген мағына ғой, туысқандық мағынасы. Жақсы, енді мынандай нәрсе. Мынаған тоқталсақ. Келесі аятта былай деп келді. Ва атул ятама амуалахум. Жаңағы жетімдерге малдарын беріңдер деді. Бұл жерде малдар, жетім дегеніміз кім? Жетім деген әл-ятама жаму ятим, ятимнің көпше түрі ятама. Енді ол хуаллази фақада абаху. Не жетім деп негізі ол әкесінен айырылған адамды айтады екен. Анасынан емес. Шариғат бойынша жетім деп әкесінен айырылған адамды айтады. Сондықтан муштақун минал ятам. Муштақ ятам деген сөзден түбірлес, түбірі ятам. Енді ва хуал инфираду, яғни ол ятам деген сөз жеке қалу деген мағына береді. Жеке қалған, жалғыз қалған деген мағына ғой. Ва минху ад-дурратун ал-ятима. Енді қараңыз, жаңағыдай лисанул араб деген сөздік бар, үлкен жаңағыдай араб әлемінде, сол сөздікте жалпы ятим деген сөзге мынандай анықтама береді. Ятим деген дейді, аллази ямуту абуху. Әкесі өліп қалған адамды айтады екен ятим деп, жетім деп. Жетім деген сол арабтардың ятим деген сөзден алады ғой, көрдіңіз? Жетім, жетім, ятим деген сөзден алып тұр. Вал ажию деген атау бар тағы да. Вал ажию деген аллази тамуту умуху. Яғни анасы қайтыс болған адамды ажи деп айтады екен да. Ажи.
Ал енді Ал-Латим деген бар. Ал-Латим. Ал-Латим аллази ямуту абуху ва хува ятим. Яғни аллази ямуту абаваху деген. Яғни әкесі шешесі қайтыс болған. Толықтай әкесі де анасы да қайтыс болған адамды Ал-Латим дейді. Толық жетім. Латим деген мағынасы негізі беттен шапалақпен ұру деген білдіреді. Яғни әке шешесінен айырылған бала ол былай айтқанда таяқ жейді әрқашанда. Ол ешкімнің рахымына, мейіріміне ие болмайды ол адамды. Күн көрінгендер бетінен ұрып кететін бала болғандықтан солай аталған екен де Ал-Латим деп ше. Енді бұл атау қашанға дейін беріледі? Балиғат жасқа жеткенге дейін беріледі. Баланы. Балиғат жасқа жеткеннен кейін жетім деп айтмайды шариғат бойынша. Мысалы, әке шешесінен айырылған болса да, ол балиғат жас деген қыз бала 9 жас, ұл бала 11 жас. Яғни болды сіз 13-14-тегі, 15-тегі баланы көрсеңіз, жетім деп айтамайсыз оны. Иә? Міне осындай нәрсе. Енді жалпы туқситу деген сөзге келсек. Туқситу. Жалпы мына сөзде аятта былай деп келді. Ва ин хифтум алла туқситу фил ятама. Яғни, егер де сендер қорқсаңдар, жетімдерге әділеттік жасай алмаймын деп қорқатын болсаңдар дейді. Әділеттілік жасау деген мағынаны береді, туқситу. Енді ол дегені мысалы былай деп айтылады. Ақсатар роджулу иза адала. Егер де мысалы әділет жасайтын болса, ол адамды ақсатар роджул. Яғни ол кісі ақсат болды деген сияқты, ақсат жасады. Яғни иқсат деген ол әділеттік жасауды айтады. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадис бар оған қатысты. Әл-муқситуна фид-дуния аля манабира мин лу'луин яумал қияма дейді. Яғни бұл дүниеде әділет жасаған адам дейді. Иә? Бұл дүниеде мінбердің үстінде отырып әділет жасаған адам, жалпы қазылар, патшалар, иә, әділеттікпен басқарған. Аля манабира мин, олар әділет, жалпы әділет жасаған бұл дүниедегі адамдар қиямет күні інжу маржандардан болған мінберлердің үстінде тұрады дейді ертең қияметте. Ондай әділет жасаған адамдар. Жалпы мұқсит аққасата деген сөз әділет жасау деген білдіреді. Ал керісінше қасата деген сөз, аққасата деген әділет жасау болса, қасата деген керісінше әділетсіз жасаған адамды айтады екен. Әділетсіз. Бірақ сөз үстінде ә деген сөз түсіп отыр. Аққасата болса әділет жасау, қасата әділетсіздік жасау. Енді қасата раджулу иза джара мин ва минху қаулуху та'ала. Жалпы дәлет жасаған адамды қасата айтады. Ол жайында Құранда жын сүресінде жындар өздері баяндайды. Біздің арамызда салихалы адамдар бар, сонымен қатар әділетсіз салихалы жындар бар, әділетсіз жындар бар деп айтады. Сонда жындардың айтқаны былай: "Ва аммал қаситуна факану ли джаханнама хатаба." Ал әділетсіздер болған болса, сол залымдар болған болса, олар жаханнамның отыны болады деп келтіріледі Құранда аят. Бұл жаңағы әділетсіз адамдарға, жандарға қатысты айтылған нәрсе. Енді вар фаррубаию 4 сөзбен келген, жаңағы 4 сөзбен келсе, ақсыто. Иә, ақсыто. Онда ол әділетті деген мағынаны береді. Әділеттілік. Ал егер де 3 сөзбен келсе, қасо, иә, қасато. Онда не болады? Әділетсіз деген мағынаны береді екен. Залым. Енді тағы да бұл аяттан тағы анализ айтатын болсақ, не деп айтты? Сол аяттың жалпы әллә таулу деді. Жақсы, келесіне тоқталайық. Жалпы осы. Енді бұл аяттың жалпылай мағынасын алайық. Жалпылай не жайында айтып отыр бұл жерде? Біз енді бұлай анализ жасап өттік қой. Енді жалпылай мағынасын алайық. Ифтатахаллаху джалла санауху сурatan нисаи би хитабин наси жамиан. Жалпы Аллах Тағала осы Ниса сүресін жалпы баршылық адамдарға жар салып бастады, сөйтіп айтты. Я юхан нас деп бастады. Әйелдер деген жоқ, тек қана жалпы әйелдер деп аталса да, не үшін әйел аталды? Өйткені бұл әйелдердің үкімі көп беріледі бұл сүреде. Көп келеді. Талаққа қатысты, некеге қатысты, анау өздерінің мәселелеріне қатысты деген сияқты. Сондықтан бұл Ниса сүресі деп, әйелдер сүресі деп аталды. Енді бірақ бұл сүрені біріншіден әйелдерге қатысты айтқан жоқ, жалпылай адамдарға қарата айтып бастады бірінші. Және де Аллах Тағаланың жалғыз өзіне серік қоспай, өзіне ғана құлшылық етуге шақырып бастады. Не нәрсеге? Және де өзінің құдіреттілігін ескертті бұл жерде. Ол Аллах Тағала
өзінің құдіреттілігімен бір жанында жан арқылы барлық адамзат жаратқандығын, ол Адам алейхиссалам, және де сол Адам алейхиссаламнан оның әйелін жаратқан, яғни Хауа анамыз жаратқандығын баяндады. Және де сол екі Адам ата мен Хауа анадан көптеген жаратылыстарды жаратқандығын баяндады. Барлық адам баласы сол жаңағы бір әкеден, Адам атадан келген бойсып береді. Сондықтан барлық адам негізіне адамзаттық тұрғысынан, негізі жаңағыдай ұрпақ тек тұрғысынан барлығымыз негізі туыспыз, барлығымыз бауырласпыз. Өйткені әкеміз барлығы бір. Сондықтан күшті адам әлсіз адамға мейірім жасау керек. Бай адам кедей адамға қолғабыс көрсету керек. Ол міндетті түрде солай. Мысалы, сіз туған, бір жатырдан туған ағайындар да бір-біріне қолғабыс көрсетеді ғой. Дәл солай қоғамда да солай байлар кедейлерге көмектесу керек. Ол міндет. Аллахтан міндет. Сондықтан оны тіпті мал дүниесінен жаңағыдай хақыларын беріп қойған, тағайындап қойған. Байлардың мал дүниесінде кедейлердің хақылары бар. Кедейлерге тиесілі мал дүниелер бар. Соны беру керек. Бермесе, сіздің мал дүниеңіз не болады? Жоқ болады. Керісінше, ертең қияметте маңдайға сор болып бітеді. Міне, сол нәрсенің барлығын айтып жатыр. Енді хатта ятимул буньян мужтамаул инсани. Тіпті сонымен қатар бір жерде солай айтып бастады сүренің басын. Сонымен жетімге тоқталды одан кейін. Жетім де дәл солай сенің балаң сияқты деп жатыр да. Көрдіңіз бе Құранда Аллах Тағала? Қалай алып келді? Әдісі қалай аяттың басталуы? Басында бәріміз бір әкеден, анадан туған бауырмыз деп басталды да, соңында жалғастырып келіп жетімге тоқталды. Яғни жетімнің малын жемеу, жетімге қарайласу жайында айтып жатыр Құран аятта. Аяттың жалғасында. Енді сонымен қатар Аллах Тағала сонымен қатар екі жерде Алладан қорқуға шақырып жаңағыдай бекітті. Ол бірінші аяттың басында, және де екінші аяттың соңында. Бұл жерде Аллах Тағала өзінің жаңағыдай құлдың алдындағы ұлы хақысы бар екендігіне ишара жасады. Екі жерде Аллах Тағаладан қорқуға меңзейді. Мысалы, бірінші Аллах Тағала тақуалықпен қатар туысқандық байланысты қатар әкелді бір аятта. Ол не? Ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам деді. Яғни сендер бір-бірлерінен сұрап жүрген Алладан және де туысқандық байланыстан қорқыңдар деді. Бұл жерде Алламен қатар туысқандық байланысты қатар қою, ол туысқандық байланысқа бейжай қарамау керек екендігін білдіреді дейді. Көрдіңіз бе? Өйткені туысқандық байланыс деген өте маңызды рөл атқарады ислам дінімізде. Сондықтан ислам дінінде мұсылман адам екі байланысқа мән беру керек дейді. Бірінші ол Алламен арадағы байланыс, Аллаға деген иман байланысына мән беру керек, иман байланысына. Сосын туған туысқандық байланысқа мән беру керек дейді. Егер де адам баласы осы нәрсені түсінген болса дейді, соған жете түсінген болса, онда ол адам бақытта әрі аман есендікте өмір сүреді дейді негізі. Осы екі нәрсені түсінген болса. Енді мынандай нәрсе. Одан кейін ары қарай Аллах Тағала екінші аяттың соңғы жағында былай деп келтірді. Яғни жетімнің хақысы жайында баяндады. Сондықтан да Аллах Тағаладан тақуалық жаңағыдай екі нәрсеге мән беретін нәрсе. Бірінші туған туысқандық қарым-қатынасқа, екінші жетімнің хақысына мән беру керек екен. Жетімнің хақысына. Аллах Тағала ол жайында сол жетімнің мал дүниесіне сақтауға әмір берді. Егер жетімді қол астынан қалған болсаң, және де олардың мал дүниесіне шектен шығушылық жасамауға бұйырды. Олар өйткені қолғабысқа, қамқорлыққа өте қатты мұқтаж адамдар. Өте қатты мұқтаж адамдар, жәрдемге, оларға көмектесуге, қайырымдылық жасауға. Өйткені жетім ол әлсіз. Ал әлсізге зұлымдық жасау, ол Алланың алдында ұлы күнә екенде, Құдай сақтасын. Әлсізге зұлымдық жасау үлкен күнә, ауыр күнә. Аллах Тағала сөйтіп, одан кейін былай деп ер адамдарға бұйырды. Егер де сендердің араларында, сендердің қол астыңда жетім қыз болатын болса, және де соған үйленуге
қызыққан болса, көңіл қойған болса дейді, онда оларға жаңағы мәһірлерін бермей қоюдан қорқсын дейді. Яғни енді жетім бар, оған үйленгісі келді, өзі қаралас отқан. Онда оны құл бір күң сияқты алмау керек. Бәлки оны сіз кәдімгі әйел ретінде үйленіп, оның мәһірін тағайындаңдар дейді. Мәһірін беріңдер дейді кәдімгідей. Азат әйелдер сияқты, басқа әйелдер сияқты хақларын бөтендер. Әйядила иля ма сиваха минан ниса. Яғни басқа әйелдер сияқты әділеттік жасауға шақырып жатыр. Фалам юдаййиқиллаху алейхи. Аллах Тағала сол кезде не істемейді, оның жағдайын тығырыққа тіремейді Аллах Тағала. Ва бахалаху ай ятазавважа снатайни ва саласан иля рубаъ. Сондықтан жаңағыдай көп әйелге шақыруға келген аяттың негізі бастапқы жағы жетімге қатысты айтылып келеді. Яғни жетімдер болса қол астында дейді, онда оларды екеулеп, үшеулеп, төртеулеп алуына рұқсат дейді. Сондықтан бір алғанмен де оны не жаңағыдай хақларын өтеу керек, толықтай мәһірлерді беру керек. Фаиза хошия адамал адли фаалейхи ан яхтасира ала вахида. Егер де олардың арасында әділет жасаудан қорқатын болса, онда біреумен шектелу керек дейді, шектелу. Ва хатама таала, және осы аяттың соңында Аллах Тағала немен аяқтады? Еркектерге әйелдердің мәһірлерін беруге, шын көңілмен беруге бұйырып аяқтады. Жомарттықпен беруге, міндетсініп емес, жаңағыдай тәкаппарлықпен, паңданып емес, жаңағыдай, бәлки шын көңілмен беруге бұйырып аяқтады. Егер де олардың өз көңіл қалаулары бұрылып, өздерінің жаңағы мал мәһірлерін шын көңілмен, жоқ, отағасы мәһір бермей-ақ қой, айналайын, бірге тұрып жатырмыз ғой, сен асырап жатсың ғой, сол әйтеуір бәрі бізге ортақ жаңағы қажеттілігімізге кетсін деп айтатын болса, фальякулху заужу халалан тойибан, ондай болса адал тұрғысынан жесін дейді, жаңағы мәһірін өзі де жей берсін деп жатыр. Бұл аят міне осы, жалпылай аяттың мағынасы осы. Қанша уақыт қалды? Міне ары қарай Құдай қаласа келесі сабағымызда сәбәбін нұзул, яғни бұл аяттың түсу себептеріне тоқталамыз. Одан кейін бұл аяттардан шығатын үкімдерге Құдай қаласа тоқталатын боламыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.